Здравствуйте, мы Лия и Жансулу из города Актау, Казахстан. Хотим подать совместную заявку как климат-активисты. Здравствуйте, меня зовут Балтабаева Лия, мне 10 лет. Когда я с родителями была в Америке, то там мы заметили, что мусор сортируется на разные фракции. Когда мы приехали домой, я по привычке спросила у мамы, куда класть пластиковые бутылки с нарисованными значками переработки мусора. Это побудило моих родителей создать компанию, отвечающую за переработку мусора. Теперь это солидная компания, которая сортирует и собирает около 2000 тонн мусора в год. Я и моя подруга Жансулу являемся бренд-амбассадорами этой компании. Мы принимаем участие во всех экологических акциях, субботниках, а также снимаем видеоролики и выкладываем их в соцсетях и на своих YouTube-каналах, а также всячески освещаем эту компанию. Мы с Жансулу посмотрели видеоролик выступления Греты Тунберг из Швеции. Грета говорит о сильных вещах. Грета очень сильная девочка. Она говорит правильно. Изменение климата – это факт. Изменение климата ведет к вымиранию – это также факт. На изменение климата влияем мы, люди, своими действиями и бездействиями. Мы должны это остановить. Менің атым Сарыева Жансулу, 10 жастамын. Жақыннан бері шамамен соңғы 1 жылдай экология бойынша сұрақтарға қызығушылық танытып жүрмін. Содан бері мен Экоөст Актау компаниясының бренд-амбассадоры болып табыламын. Оған дейін де қазір де әлеуметтік желідегі өз парақшамды 2 жыл бойы жүргізіп келемін. Мен көрген білгенімді видеоға түсіріп парақшама ілемін. Үлгі алатын адамдардан сұхбат алып, ой пікіріммен оқырмандарымен бөлісемін. Және де қазақ мәдениетін, қазақ тілін дәріптеймін. Барымша қолымнан келгенше ұлттық қазақ контентін дамытуға атсалысамын. Жаста болсам да мен түсінемін. Қазаққа тән ұлттық сана сезім мәселелері сияқты жаһандық жылыну мәселесі мен үшін өте маңызды. Өйткені қазір мен болашақ туралы ойлана отырып, мен 10, 20, 50 жылдан кейін қандай әлемде өмір сүремін деп ойлаймын. Өз сөзінде Грета айтып кеткендей, біз жаппай қырылудың 6-шы кезеңде өмір сүріп жатырмыз. Қорқыныштысы күніге 200-ге жуық түрі, жанның түрі жоғалады. Бұл мені қатты алаңдатады. In 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children or grandchildren, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you, the people who were around back in 2018. Maybe they will ask why I didn't anything when was time to act. What we do or don't do right now will affect my entire life and the life of my children and their grandchildren. What we do or don't do right now, me and my generation, can't do in the future.